Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа яйцо пашоттың ерекше жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен кекстің осындай силиконовый формасын алып, оны майлап аламыз. Кейін осыған бір жұмыртқаны жарып саламыз. Татымына қарай тұз және кішкене дәмдеуіш қосып жіберсеңіздер болады. Табаға су құйып алдын ала қайнатып аламыз. Кейін осыған біздің жұмыртқамызды салып, крышкасын жауып 5 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта тост дайындап аламыз. Осындай батон наннан не болмаса арнайы тосттың наны бар, соны сатып алсаңыздар болады. Кейін ыстықтай күйінде оған сары май жағамыз. Осы аралықта жұмыртқамыз да пісіп қалды. Енді оны оттан ақырын ғана аламыз. Кейін үлкен қасықтың көмегімен осылай шет жақтарын жыртып алмай ақырын ғана алып, оны нанның үстіне орналастырамыз. Бетіне кез келген әшекей жасасаңыздар болады, не болмаса нанның үстіне авокадо, салатный листья қосып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шығады, әрі ерекше таңғы ас, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, мені каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.